Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ірімшіктен тауық еті қосылған рулет жасаймыз. Ол үшін бізге тауық төс еті керек болады. Алдымен оны бөліктерге бөліп аламыз. Бөлінген бөліктерді блендерге салып майдалаймыз. Енді бір бас пиязымызды алып, оны майдалап турап, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Осылай қызарғанша қуырамыз. Дайын фаршымызға қуырылған пиязымызды саламыз. Үстінен аздап тұз саламыз. Қара бұрыш, майда туралған чесногымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Массамыз дайын. Енді ірімшікті массамызды дайындаймыз. Ол үшін ірімшікті теркадан өткізіп, үстінен 3 жұмыртқа саламыз. Қаймақ саламыз. Тағы да куркума қосамыз. Шым-шым тұз саламыз. Бұларды да жақсылап араластырамыз. Ірімшікті массамыз дайын. Листімізға пергамент қағазын төсеп, ірімшікті массамызды тегістеп саламыз. Шеттерін жақсылап тегістейміз. Қызып тұрған пеште 10-15 минут пісіріп аламыз. Жақсылап суыған соң, фаршымызды бір тегіс етіп салып шығамыз. Осылай жақсылап тегістеп, жақсылап қысып ораймыз. Фольгаға орап, қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Рулетіміз піскен соң, міндетті түрде суытыңыз. Сонда рулетіміз әдемі болып кесіледі. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді, тойымды, дастарханыңызға көрік беретін рулет болады. Баршаңызға ас болсын.